Сәлем балалар. Менің есімім Айша. Бүгінгі өтетін сабағымыз әліппе. Сендер білесіңдер ме? Қазақ әліппесінде 42 әріп бар. Сендер оны мектеп алды даярлық тобында өтіп ұстадыңдар. Балалар, әріптерді бір рет қайтадан қайталап жүрейік. А. Аққу. Ә. Әтеш. Б. Бұршақ. В. Вагон. Г. Гүл. Ғ. Ғарыш. Д. Домбыра. Е. Есек. Ё. Шахтер. Ж. Жүзім. З. Зәкір. И. Ит. Қысқа йод. К. Кірпі. Қ. Қасқыр. Л. Лақ. М. Мысық. Н. Нан. Ң. Қоңыз. О. Ожау. Ү. Өрік. П. Пияз. Р. Раушан. С. Сырға. Т. Тиін. У. Уық. О. Ошақ. Ү. Үтік. Ф. Телефон. Х. Хат. Х. Гаухар. Ц. Цемент. Ч. Чек. Ш. Шайнек. Ч. Четко. Жуан белгісі подъезд. Ыдыс. Ірімшік. Жіңішке белгісі альбом. Эскимо. Ю. Аю. Я. Тақия. Балалар, сендер бірінші сынып сабақтарын менімен бірге оқыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліңдер.